1 желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні. Балалар, мынандай бір өлең жолдарын оқып берейін. Отаным менің кең байтақ, жайнаған сансыз қаласы. Ел отан біздің кең байтақ, отанның біздер баласы. Балалар, бүгінгі айтатын әңгімеміз Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы жайында. Себебі бүгін мереке, бүгін президент күні. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Алматы облысында дүниеге келген. Нұрсұлтан деп есімін өзінің әжесі қойыпты. Алланың 99 аты бар екен. Соның бірі Нұр, тағы бірі Сұлтан. Нұрсұлтан 5 жасқа толғанда Жамбыл атаның ақ батасын алған екен. Ол Қаскелең қаласындағы Абай орта мектебін бітірген. Мектепте озат, үлгілі оқушы болыпты. 1991 жылы 1 желтоқсанда біздің отанымыздың тұңғыш президенті болып сайланды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2010 жылы 15 маусымнан бастап заңды түрде елбасы мәртебесіне ие болды. Ол осы жетістігіне өзінің табандылығы мен еңбекқорлығының арқасында жетті. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев біздің көп ұлтты тәуелсіз мемлекетіміздің тұңғыш президенті. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев кішкентайынан спортты, белсенді демалысты жақсы көрді. Сол себепті республикадағы барлық тұрғындар спортпен айналысып, дені сау, бақытты, салауатты өмір сүргендерін армандайды. Біздің елбасымыз кітап оқығанды өте жақсы көреді. Сондай-ақ ән айтқанды, домбыра шерткенді де ұнатады. Тіпті өлең жазып, ән шығарады. 2019 жылы еліміздің астанасының аты тұңғыш президентіміздің құрметіне Нұр-Сұлтан қаласы болып аталды. Нұр-Сұлтан қаласында еліміздің символы бәйтерек ғимараты бар. Ал балалар, сендер біздің еліміздің рәміздерін білесіңдер ме? Олар ту, елтаңба және әнұран. Біздің туымыздың түсі көк, ол аспанымыз ашық болсын дегенді білдіреді. Күннің бейнесін қараңдаршы, күннің сәулелері біздің еліміздің ұлттар саны. Біздің елімізде 130 ұлт бар екен. Осы күн 100-ді білдіреді, ал сәулелер 30 екен. Балалар, бүгінгі әңгімеміз кім туралы? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев туралы. Біздің елдің тұңғыш президенті.